Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Нука. Бүгінгі видеода мен Благраша ойын әрмен қарай ойнауды жалғастырамын. Достар, Благрашада жаңадан обновление шықты. Бүгінгі видеода сол обновлениеге обзор жасайтын боламын. Достар, видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий жазамыз. Ал ендеше достар, видеомызға кеттік. Так, достар, біз қазір шахтадамыз. Неге шахтадасың десеңдер, жаңадан обновление шықты. Сол обновлениеге система крафт қосқан болатын. Система крафт дейтін мысалға материалдан бір затты құрастыру. Сол материалдарды жинау үшін шахтаға келген болатынбыз. Қазір сол материалдарды жинап көретін боламын достар. Айтпақшы достар, материалдарды тек шахтадан емес, зауыттан да жинай аласыздар. Зауыттан түскен қалдықтардан бірнеше заттар құрай аласыздар. Бірнеше заттар дегенде сізге материал береді, сол материалды крафт арқылы құрай аласыздар. Так, достар, айтпақшы, менде бір материал бар, осы крафттың железный руда деген. Мінекей достар, соның біреуі менде бар. Осындай материалдарды жинап, крафтқа баратын боламыз. Так, достар, обновление таңертеңгі 8-ден басталған болатын. Серверлердің барлығын өшіріп тастаған болатын. Содан кейін серверлердің барлығын брейклерде қосқан болатын. Жаңадан сезон басталып, жаңадан Black Pass қосқан болатын. Бұл система крафтты разработчиктер баяғыдан қосқысы келген. Походу мен бір жыл бұрын ба, осының суретін ба бір форумнан көрген болатын. Бұйырса достар, осы система крафт арқылы өзіме аксессуар немесе машина құрап алатын боламын. Сол туралы видео күтіңіздер. Так, достар, мінекей бізге железный руда берді. Так, бізде 2 железный руда болды. Енді қазір барынша железный рудаларды көп тауып көремін. Жолым болып жатса, содан кейін система крафтқа баратын боламыз. Так, достар, мен бірнеше руда апардым, бірақ екеуінде ғана түскен болатын бізге железный руда. Қазір система крафтқа баратын боламыз. Қазір сіздерге қай жерде екенін көрсетіп жіберейін. В общем, шахтаның алдында адам өте көп. Барлығы руда добыть етіп отыр, походу. Система крафтта өте қымбат заттар бар. Так, қазір сіздерге көрсетемін. Так, GPS. Так, 15 таңдайсыздар. Содан кейін 17-ні таңдайсыздар. Так, мінекей картада шықты. Қазір сол жерге баратын боламыз. Так, достар, мінекей келдік крафтқа. Бұнда да адам көп шығар. Так, достар, мұнда бизнес болады. Походу, ан жерде нет владельцы деп тұр. Ертең бұнда славить етіп алатындар болады. Так, мінекей бізде стол. Тек бір ғана стол, бұйырса енді тағы да столдар қосатын сияқты. Неге десеңдер, простая верстак деп тұр. Так, бұған қалай кіреді екен? Так, бұлай көрейік. Бұлар қалай кіріп тұр екен? Так, бұлай. Мұнан қалай кіреді енді? Так, шықпайтын сияқты да, бір орында тұра өтін болсаң. Кнопка шығу керек қой негізі жанынан. Так, бұлай да болмайды. Бұған қалай кіреді енді? Мана достар, әрең кірдім. Так, әрең дегенде кірдім. Кнопка шығып болмады, адамдар қыстырылысып атты. Содан кейін секіріп, бұлай жанынан қозғалып әрең кірдім, әйтеуір кнопка шықты. Так, достар, мінекей бізде система крафт. Неше түрлі заттар бар. Так, мынау бізде походу скиндер тұратын жер. Мынау бізде машина алатын жер. Машина алатын дегенде машина крафт ететін жер ғой. Медведь, Бекас. Неше түрлі машина бар екен. Тек қана 4 машина, бұйырса қосатын шығар. Тағы да бір машиналарды. Так, біз бірден крафт ете аламыз ба?
Так, балалайка. Біз походу крафт ете алмаймыз, бізде материал аз. Материал аз дегенде 2 материал тек. Алюминий дейді. Мынау не? Білмеймін, ал бір заттар әйтеуір. Бұл материал сияқты, бұлардан типа андай завод аномалардан түскендерді осында алып келіп, типа запчастьтер жасайсың, в общем, машинаның запчастьтері сияқты ғой. Сосын сол запчастьтерден аксессуар анау жасай аласың. Машинаны жасай аласың. Так, енді өтіп кетейік, жігіттер өткізіп жіберіңдер. Все, рахмет. Ал ендеше достар, видеомыз соңына жетеді. Бүгінгі видеода осындай жаңадан шыққан обновлениеге обзор жасаған болатын. Жаңадан шыққан обновление барлығына ұнады деп ойлаймын. Видеоны арнаға тіркеліп лайк басып комментарий жазамыз. Ал ендеше достар, қош сау болыңдар.